сыбайлас жемқорлықпен жан-жақты күресу мәселесі күн тәртібінен түскен жоқ. Орталық және жергілікті органдардың нормативтік құқықтық актілеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізу ісін қайта қалпына келтіру қажет. Бұған сарапшылар мен қоғам өкілдері де атсалысу тиіс екенін айтты. Осы жолдау шыққанда үлкен қабілетті сондай бір барлық егжей-тегжей скрупулезно дейді жасалған мемлекеттік үкіметтің постановлениесі болу керек. Әр министрліктердің өздерінің саласында оның орындалатын приказдар болса, распоряжение дейді. Сосын жерде оны кім орындайды? Сосын қанша қаражат бөлінеді? Осыны ашықтығы халыққа жетіп, халық біртүрлі ризашылығын білдіреді ондайды. Басқа салалардың барлығында сапаға көп көңіл бөлуге байланысты да мәселелер көтерілді. Соның ішінде мысалы 11 бағыттың бір бағыты бұл қазақстандықтың жаңа образына байланысты да, яғни Қазақстанның қазіргі осы жаңа заманауи талаптарға сай Қазақстанның азаматы қандай болу керек дегенде мәселелерге байланысты айтылды. Яғни барлық міндеттердің негізгі өзегі бұл сапаға, санға емес, тек көрсеткіштерге ғана емес, сапаға көп көңіл бөлуге байланысты міндеттер көп қойылды.